Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Сылпиева. Бүгін сіздермен 9 сыныптың тапсыратын модының жауаптарын қарастыратын боламыз. Бұл жерде қарамен жырный болып тұрғандар ол осы сұрақтардың дұрыс, яғни дұрыс жауабы болып саналады. Біріншісі 19-да 6 грамм күкірт қышқылы, яғни H2SO4, көлемі 80 мл. Тығыздығы 1/12 грамм бөлінген миллилитр 20% натрий гидроксид ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін тұздың массасын есептеңіз деген. Натрий гидроксиді ол натрий OH. Реакцияның теңдеуін құрастырып, есептің берілгенін шығара аламыз. Бірінші жауабы 28-де 4 грамм. Екінші, темір және күкірт ұнтақтары 7-де 4 массалық қатынаста араластырылып, қыздырда түзілген бей элементті қосылыстың формуласы темір сульфиді болып саналады. Келесі, құймақ дайындауға жұмсалған 33-де 6 грамм натрий гидрокарбонаты, яғни натрий HCO3 бөлшектерінің санын есептеңіз деген. Бұл жерде Авогадро тұрақтысын пайдаланамыз. 6,023, 6,02, оның 23 дәрежесін пайдалана отырып, есептің жауабы 2,408, оның 23 дәрежесі болып саналады. Натрий мен кальций сумен әрекеттескенде қандай заттар түзілетінін анықтаңыз деген. Натрий гидроксид, кальций гидроксид және сутегі дұрыс варианты. Келесі, 200 литр кермек суда 44,8 грамм кальций хлориді болатынын белгілі болса, 1 литр кермек судағы кальций хлоридінің массасын есептеңіз деген. 0,224 грамм жауабы. Келесі, биогенді элемент дененің жүрек тамыр жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажет. Қышқылдық негіздік тепе-теңдікті реттеуге және жүйке импульстарының берілуіне қатысатын биогенді элементті анықтаңыз. Бұл калий болып саналады. Калий мен барийдің сумен әрекеттесуі өнімдерін және реакция түрін анықтаңыз деген. Сілті мен сутек газы, яғни орын басу болып саналады. Енді сілті, бұл жерде калий OH болып тұр. Яғни OH болса құрамы, яғни сілті немесе гидроксидке айналады. Көміртек оттек жеткіліксіз жағдайда жанғанда улы газ бөлінеді. Көмір жанғанда оттек жеткіліксіз жағдайда болатын химиялық реакция теңдеуін анықтаңыз деген. Яғни көміртекке оттек қосамыз, көміртек оксиді шығады. Бұл енді бірінші жаңағы модының бірнеше сұрақтары. Қазір екіншісін көретін боламыз. Екіншісі, жаңағы сұрақтардан бірнеше сұрақтар қайталанған. Енді біз мына жерде 17-ші сұрақтан бастап жалғастырайық. Алюминий күкірт қышқылымен әрекеттескенде реагенттерге қойылатын коэффициенттердің қосындысын анықтаңыз дейді. Яғни алюминий қосылған H2SO4. Алдындағы коэффициенттер санын анықтаймыз. Жауабы 5. Су молекуласының массасы шамамен 3 көбейтілген 10-23 дәрежесінде килограмм тең. Сутек молекуласының массасы 19, яғни 3,3 көбейтілген 27 дәрежесіндегі. Су молекуласының массасы сутек молекуласының массасынан шамамен неше есе артық екенін есептеңіз деген. Бұл жерде 9,1 жауабы. Келесі 20-ші сұрақ. Магнийдің металдық қасиеттері сілтілі металдарға қарағанда азырақ көрінеді. Магнийдің бөлме температурасындағы сумен әрекеттесу теңдеуін және тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициентті анықтаңыз деген. Бұл жерде дұрыс жауап магнийге су қосамыз, яғни судың құрамы ыстық. Нәтижесінде газ бөлінеді және магний гидроксиді бөлінеді. Коэффициенті 1 болып саналады.
21 сұрақ. Негізгі қасиетіне байланысты шыны өндірісінде қандай зат жиі қолданылады дейді. Сода. Одан кейін бізде келесі 22 электр тоғын жақсы өткізетін қызыл металл тек қыздырған кезде ғана оттекпен химиялық реакцияға түседі. Егер металл мен оттегінің атомдарының қатынасы 2/1 болса, осы металдың оксидінің формуласын анықтаңыз деген, яғни мыстың бір валентті оксиді, күпрім 2O. 23 сұрақ. Көмір қышқыл газы трағзалардың тыныс алуы және құрамында көміртегі бар отын жанғанында пайда болатын өнімдердің бірі көмір қышқыл газы кальций гидроксидімен сапалы реакцияда әрекеттескенде кальций карбонатымен су түзіледі. 224 литр көмір қышқыл газы, яғни СО2 сіңіру үшін қажетті кальций гидроксидінің кальций OH2 болады формуласы. Массасын есептегенде 740 грамм. Бұл жерде мен сразу жауабын көрсетіп кеттім. Себебі оны шығарып арнайы көрсететін менде уақыт болмады, сондықтан тек сұрақ жауап ретінде көрсетіп отырмын. Құрамында 80% кальций карбонаты, яғни кальций СО3. 100 грамм тұз қышқылымен әсер еткенде түзілген тұздың массасын есептеңіз деген. Бұл жерде 88-де 8 грамм дұрыс жауабы. 25 сұрақта 1s2, 2s2, 2p3 атомның электрондық конфигурациясына ие элементтің атын және оның адам ағзасындағы рөлін анықтаңыз дейді. Азот ақуызының нуклеин қышқылдары. 26. Кристалдық иодтың химиялық формуласы иод 2. 27. Антисептикалық препарат орналасқан химиялық элементтердің топ атауы тұз түзушілер. 28. 4,48 күкірт 4 оксидін, яғни SO2 алу үшін қажет тотықтырғыштың көлемі. SO2-ні жандырамыз, O2 және SO3 шығады, яғни SO3 бізде 6 валентті күкірттің оксиді болып саналады, нәтижесінде 2,24 шығады. 29. 10 грамм кристалды иодтан алуға болатын тығыздығы 0,95 грамм бөлінген миллилитр ерітіндінің көлемін есепте деген. Бұл жерде 210. Иод жаңағы -1 аниондағы жалпы электрондардың саны 54. 31. Күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылатын пропан газы С3H8 жанғанда көмір қышқыл газы мен су түзіледі деген. Енді реакция теңдеуін жазамыз. Жандырған кезде кез келген затқа органикалық химияда оттек қосамыз. Міндетті түрде барлығында көмір қышқыл газы мен су бөлінеді, тек реакция теңдеуін дұрыс құрастырсақ болды. 32. Атомдық қатынас бұл бір түрдегі атомдардың санының басқа түрге қатынасының өлшемі. Атомдық қатынасы 2/1 болатын қосылыс атауының дұрыс нұсқасын таңдаңыз деген. Калий оксиді. 33. Массасы 7 грамм кремний атомдарының санын есептеңіз. 1,505 көбейтілген оның 23 дәрежесі. 34. Осы химиялық реакцияның түрін анықтаңыз дейді. Яғни мыс берілген. Бұл жерде ыдырау реакциясы, яғни айырылу реакциясы болып тұр. Бір ғана заттан бірнеше заттар шығып жатыр. 35. Фотосинтез үдерісін көрсететін химиялық реакция теңдеуінің оң жағындағы коэффициенттердің қосындысын есептеңіз деген. Бұл 7. Адам ағзасында 4 грамм темір бар, темірдің мөлшерін есептеңіз. 0,07 мол. 37. Күкірт жанғанда түзілетін қосылыстағы күкірт пен оттектің атомдық қатынасы 1:2 тең. Зат формуласын анықтаңыз. SO2 дейді. Берілген айналым бойынша 15,6 грамм калийден алынатын темір 2 гидроксидінің массасын табыңыз. Бұл жерде жауабы 18. Бұл биогенді элемент ағзадағы лимфа және жүйке жүйесінің қызметін реттеп, жүйке сигналдарын тасымалдайды. Жетіспеген жағдайда бас ауруы, әлсіздік, есте сақтау қабілетінің төмендеуі байқалады.
ағзаға күнделікті ас тұзымен бірге түсетін микроэлементті анықтаңыз деген. Бұл жерде натрий дұрыс жауабы. Келесі 40. Ас содасы кондитерлік өнімдер өндірісінде қолданылады. Осы тұздың және ас содасының 3% сірке қышқылымен басу арқылы алынған түзуші газдың химиялық атаулары мен формулаларын анықтаңыз. Натрий гидрокарбонаты, яғни көміртек диоксиді. 41. Оттегі жеткіліксіз кезде көміртегі жанғанда түзілетін өнім көміртегі тотығы. Көмірсутектердің жануы кезінде түзіліп, құрғақ мұз газ адам мен жануарлар тыныс алғанда шығарылатын газдың бөлігі болып табылады. СО2. Массасы 49 грамм күкірт қышқылы, 0,4 моль натрий гидроксиді битраптанғанда натрий 2,4, яғни 56 жауабы. Алюминий бетінде оксидті қабықша бар қоспадағы мыстың массасын есептеңіз деген. Бұл жерде 4,6 мыс, яғни көпірім. 45. Бұл бейметалл биогенді элементтің адам ағзасына тәуліктік қажеттілігі 1,3 грамм, ол сүйектерде, бұлшық еттерде және жүйке ұлпаларында кездеседі. Оның атом ядросында 15 протон, химиялық элементті анықтаңыз деген. Яғни кестеге қарап неше протон екенін анықтай салып, қай элемент екені белгілі болады. Енді бұл жерде сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша YouTube каналдарының дамуына үлес қосуға шақырамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын.